Ассалаумағалейкум, құрметті менің көрермендерім, сіздермен бірге ауылдың жігіті Жәнібек. Бүгін мен сіздерге мына Сантерс тренажерін қалай қолдану керек екенін көрсететін боламын. Өйтіп турникке байлап қойдық арқан арқылы. Бұл жақтан бізде салмақ бар, қарама қарсы. Мынадан бір кішкене өзгешелік жасадым. Өткенде белдіктерін екеуін бірдей қылып едім ғой. Мына желке тұсына кететінін қысқарттым. Мына сәл біреу қысқалау. Желке тұсына қарай қысқарту керек екен. Жақтың астына сол қалды, сол үшін мен роликке салып едім. Ол мен роликтен төмен болып кетіп тұр. Роликке ана отырған кезде істеуге болады. Сондықтан турниктің өзіне былай лақтыра салдым. Мына салмақ ауыр. Мына салмақты бас көтере алмаймын. Ілініп тұрасың. Салмақты көтеру үшін тек екі кірпіш қалдырса болады. Қазір бұны көрсетемін. Әуелі мен ролик арқылы екінші бетіне салмақ салдым. Сөйтіп мойынға кигеннен кейін сәл отырамыз және аяқты созық қойып сәл тербелеміз. Сөйтіп мойынға түсетін салмақты азайтамыз. Әуелі аз салмақтан бастаған жөн. Қимылдағанда күрт әрекет жасамай ақырын қимылдаймыз. Екі жанға және алға артқа қимылдау арқылы омыртқаға салмақ түсіріп омыртқаны созамыз, әсіресе мойын омыртқаны. Егер де тістеріңізге салмақ түсіп жатса, капа болса, ауызға капа салғандарыңыз жөн болады. Ештеңеден қорықпаймыз, осылай ақырын әрекет қыламыз. Немесе жай тек ілініп тұрса да болады. Бұл ең жеңіл әдісі. Келесі әдісі шамалы қиындау. Мен енді мұнда роликті алып тастадым, яғни аласа болған үшін турниктің үстінен арқанды жіберіп, ар жақ салмақ ұстап тұр. Ақырын екі қолмен ұстап тұрып жібереміз. Сәл аяқпен қозғалып әрі-бері жылжып тербетілуге болады. Енді тағы да бір әдіс, яғни осы спорт саласындағы мамандардың кеңес беретін, яғни салмақты азайтып, мойынға түсіретін салмақты азайтамыз да, екі аяғымыз жерге тигені абзалырақ болады. Яғни жаңа Сантерс тренажерін мойнымызға салып киіп аламыз және екі аяқпен жерде тұрамыз да, сәл аяқтың ұшына көтерілеміз. Сол кезде арғы қарама қарсы салмақ, яғни желкемізден жоғары қарай созатын болады. Аяғымыздың ұшында тұрып әрі-бері, яғни алдыға артқа ақырындап шайқаламыз және оңға да солға да болады. Бұл әдіс енді мен бірнеше күн шыныққаннан кейін, әбден үйреніскен соң осылай істеп бастадым. Яғни биік, шамалы жоғарылау арқанды байлап, биіктеу, аяқ жерге тимейтіндей болып. Осылай алдыға арқылы артқа теңселіп, шайқалып, одан кейін арқаннан ұстап, аяқты сағат бойынша
сағат кері қарсы айналдырып яғни белді жұмсартамыз. Осылай істесе болады. Күн немесе жай ғана 1 минут ілініп тұрса да болады. Егер тісіңізге салмағыңыз батса, капа киіп алғандарыңыз жөн болады. Егер де бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басаңыз, пікір жазып қалдырамыз және достарымызбен бөлісеміз. Арнаға міндетті түрде тіркелеміз, жазыламыз. Сіздермен бірге болған ауылдың жігіті Жәнібек, қазақша влог.